Әдебиеті тарихындағы көрнекті тұлғалардың бірі Дулат Бабатайұлы 1802 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында дүниеге келген. Дулат өз буынының алды аса зерделі адамы болған. Ауыл молдасынан оқып, мұсылманша сауат ашқан Дулат ақындық өнерді ерекше қастерлеген аймақта өмір сүрген. Бұқар мен Ақтамберді жырауды ұстаз тұтқан. Көне түркі поэзиясынан тағылым алған. Өлеңді суырып салып та, жазып та шығарған Дулат қазақ поэзиясын мазмұн тақырып жағынан барынша байыта түсті. Түр, көркемдік тәсілдер тұрғысынан жаңа сатыға көтерілді. Ақынның терең мағыналы өлеңдері ұлы Абайға да әсер етті. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы еңбегіндегі барлас ақынның прототипі осы Дулат Бабатайұлы. Дулат 19 ғасырдың орта шеніндегі Сарыарқадағы ең атақты ақындардың бірі. Өмірінің соңғы күндеріне дейін үлкен құрметке, даңққа бөленіп өткен ақын 1874 жылы өз елінде қайтыс болды. Толғау дегеніміз өмір туралы, қоғам, адам тіршілігі, жақсылық, жамандық, тағы да басқа тақырыптарда ақыл өсиет, насихаттық тұрғыда ой қозғайтын әдеби жанр. Толғаудың негізі дидактикалық сарын. Толғау ауызша дамып, біздің заманымызға ауызша жетті. Дулат өлеңдерінде қазақтың шешендік өнеріне тән қысқалық, нұсқалық, көркемдік, шыншылдық, турашылдық, алмастай өткірлік, сенімділік сияқты ерекшеліктер мен мақал-мәтелге тән түйіп айту, образдылық, салыстыру, нақтылық секілді қасиеттер көрінеді.